Сәлеметсіңдер ме балалар? Алдарыңызда 6 сыныптың қазақ тіл сабағы. Мен Ыбырай Алтынсарин атындағы номері 25-ші жалпы білім беретін мектебінің қазақ тіл әдебиет пәні мұғалімі Дүйсенбаева Бақыт Бақытбайқызы. Балалар, сіздердің алдарыңызда сурет тұр, иә? Осы суретке қарап, біз бүгін қандай тақырып өтетінімізді болжап көрейікші. Дұрыс айтасыңдар балалар. Біз қазақ халқының әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрлері Наурыз бөліміндегі бүгінгі өтетін тақырыбымыз қазақтың дастарханы, үстеу, оның ішіндегі мақсат үстеуді өтеміз. Кітабымыздың 147-ші бетіндегі дәм таттыру тақырыбына байланысты бейне жазбамызды тамашалап алайық. Дәм таттыру. Қазақтар асты дәм деп атайды. Халық арасында біреуді еске алғанда дәмдес болып едік, үйінен дәм татып едік деп ренжігенде, өкпелегенде дәм тұзыма атсын, дәм тұзыма салдым дейді. Бұл сөздердің ұлт тұрмысы мен өмір жолында, таным түсінігінде, наным сенімінде өзіндік дара орны бар. Өйткені әр қазақ өздерінің жақын жуығы мен ілік жекжаттарына ғана емес, ел сыйлаған белгілі құрметті азаматтарға, қадірлі ақсақалдарға, ата-әжелерге өз үйінен арнайы дәм татқызуды үлкен мұрат, адамдық парыз деп санаған. Және ол жолдан күні бүгінге дейін тайған жоқ. Тек таныстар емес, кез келген жолаушыға, бейтаныс кісіге де дәм татқызбай жібермеген. Себебі ұлт ұғымында дәмде, аста, тамақта кие, қадір қасиет, ырыс береке, тірлік бар деген терең түсінік тым ертеден қалыптасқан. Балалар, көрген бейне жазба арқылы, келісемін, келіспеймін әдісі арқылы мынандай тапсырманы орындасаңыздар. Яғни берілген сөйлемді мәтіндегі ақпаратпен байланыстырып, аргументивпен дәлелдеңіз, үстеулерді қолданыңыз. Алдарыңызда балалар сіздерде дескриптор тұр. Яғни мәтіндегі ақпаратпен бірінші байланыстырасыздар, аргументпен дәлелдейсіздер, үстеуді қолданып жұмыс жасайсыздар. Балалар, осы көрсетілген бейне жазба арқылы келесі тапсырманы орындайық. Мәтіннің ішінен ең түйінді бір сөйлемді алып, бүгінгі күнмен байланыстырамыз, және сол сөйлемнің ішінде үстеулерді қолдануымыз керек. Сіздердің алдарыңызда дескриптор тұр. Яғни түйінді сөйлемді табасыздар, бүгінгі күнмен байланыстырасыздар, үшінші үстеуді қолданасыздар. Жақсы балалар, сіздердің алдарыңызда жаңағы көрсетілген бейне жазбадан алынған мәтіннен үзінді берілген. Осы үзіндіден алынған сөйлемдер арқылы иә жоқ кестесін толтырамыз. Алдарыңызда сіздерде 5 мысал берілген сұрақ. 5 сұраққа, яғни оқи отырып жауап беріп отырамыз. Балалар, сендерге берілген иә жоқ тапсырмасының дұрыс жауаптары алдыларыңызда көрсетіліп тұр. Балалар, біз бүгін мақсат үстеуді өтеміз. Мақсат үстеу дегеніміз қимыл әрекеттің мақсатын не үшін істелгендігін білдіреді. Қалай, не мақсатпен деген сұрақтарға жауап береді. Мақсат үстеулер әдейі, жорта, әдейілеп, қасақана деген сөздер арқылы жасалады. Мысалы, осы ғаламтор жүйесін әдейі таңдады сөйлемінде мақсат үстеуі әдейі. Балалар, алдыларыңызда үстеудің мағыналық түрлеріне байланысты семантикалық карта берілген. Балалар, семантикалық картаның сіздердің алдыларыңызда дұрыс жауаптары берілген. Балалар, бүгінгі тақырыбымызды қорытындылау мақсатында қазақтың дастарханы тақырыбында эссе жазасыздар. Сіздердің алдыларыңызда дескриптор беріліп тұр. Осы дескрипторды негізге ала отырып эссе жазуларыңыз керек. Яғни шағын эссені тақырыбы мен мазмұнына сай жазып аласыздар, тақырыпқа сай тұжырымдама жасайсыздар.